Үш таға. Нора сықырлаған аязды далада таза ауа жұтып тұр. Жаңбыры саябырламайтын Бетфордқа ұқсамайды. «Қайдамын?» деп сыбырлады өзіне өзі. Алдында жатқан бұралаң жолдың қос қапталында тастап қаланған үйлер тізіліп тұр. Ертеде салынғанға ұқсайды. Жапырайған терезелерден жарық көрінбейді. Түн тыныштығына жұтылған ауыл шетіндегі үйлер. Жұлдызы самсаған көкпеңбек аспан, шеті кемірілген жарты ай. Алқа бейесі. Шұба жапалақтың уілі. Басқа бөгде үн жоқ. Бұл жердің қожайыны тыныштық болса керек. Қызық. Бетфордтағы пәтерінде отыр еді, аяқ астынан біртүрлі кітапханаға тап болды. Енді мына жерде әдемі ауылда тұр. Еш қайда бармады. Көлікке отырмады. Жолдың Нора тұрған бетінде төменгі қабаттағы терезеден жарық түсті. Нора ғимараттың маңдайшасында көркемдеп жазылған жазу барын байқады. Тағаларды айқастырып қойған пап есігінің төбесіне 3 таға деп жазылған екен. Жол үстінде Нораның жанында кәдімгі сынып тақтасы тұр. Үніліп қараған қыз өзінің жазуын таныды. Барынша әдемілеп жазыпты. 3 таға. Сейсенбінің кешінде квиз болады. 20:00. Менің бар білетінім, менің ештеңе білмейтінім. Сократ. Квизде жеңіліп қалғанда айтқаны. Бұл өмірінде Нора қатарынан 4 леп белгісін қояды екен. Басқалардың пікірін елең қылмайтын бақытты адам осылай жазса керек. Жақсы нышан. Үстіндегі киіміне зер салды. Джинсы жейдесінің жеңін шынтағына дейін түріп алыпты. Бұтында да джинсы шалбар, өкшесі қысқа жеңіл туфли. Өз өмірінде ешқашан бұлай киінген емес. Суықтан денесі тітіркеніп дірілдеді. Киімдері сыртқа шығуға арналмағаны анық. Қолына қос жүзік тағыпты. Жақұт көзі бар Сақинаны таныды. 1 жыл бұрын қолы дірілдеп тұрып саусағынан шешкен неке жүзігі ғой. Оның қатарында үйлену тойында тағатын кішкентай күміс жүзік. Мәссаған. 2-ші қолына сағат тағыпты. Кәдімгі өмірдегідей цифрлы сағат емес. Рим цифры бар, сүйкімді, жіңішке бауы бар кәдімгі сағат. Түнгі 12-ден 1 минут кетіпті. Не болып жатыр? Бұл өмірде қолы жұмсақ сияқты. Крем жағып жүретін шығар. Тырнағына жылтыратып лак жағыпты. Сол қолындағы мені орнында екенін көргенде көңілі орныққандай болды. Қиыршық тасты сықырлата басып біреу келе жатыр. Нораға қарай бұрылды. Пап терезесінен түскен жарық пен көшедегі жалғыз бағанның шамы алдамаса, ер адам. Қызыл шырайлы, Диккенстікінде едіреген мұрты бар, жылтыр күрте киген еркек. Ет пен сүйектен жаралған Тоби құмырасы, тәлтіректеп келе жатқанына қарағанда қызып алса керек. Қайырлы түн тілеймін, Нора. Халық әндерін тыңдауға жұма күні келемін. Дән әнші мықты деді. Бұл өмірде Нора оны жақсы танитынға ұқсайды. Жарайды, әлбетте, жұма күні тамаша отырыс болады. Әйтеуір дауысы өзінікі сияқты. Көшеде көлік болмаса да, әлгі еркек жолдың ар жағына, бер жағына бір қарап алды да, коттедждердің арасындағы жолға түсіп көрінбей кетті. Шынымен осының бәрі болып жатыр. Нораның арманы орындалды. Пап ашқан екен. Дәнмен бірге паптың қожайыны болсам деген тілегі орындалыпты. Адам сеңсіз жайт, деді Нора түнгі далаға дүбірлеп. Сену қиын өте бір түрлі. Паптан тағы 3 адам шықты. 2 әйел мен 1 еркек. Нораның қасынан өтіп бара жатып жымиды. Келесі жолы жеңерміз, деді әйел. Иә, деді Нора, келесіде жолыңыз болар. Паптың қасына барып терезесіне үнілді. Іші бос сияқты. Бірақ жарық жанып тұр. Жана кеткен 3 қонақтардың соны болса керек, паптың іші ұядай жайлы көрінді. Тартымды, өзіне тән стилі бар. Кішкентай үстелдер, бөрене орындықтар, қабырғаға арбаның дөңгелегі ілінген. Еденге өрнекті әсем қызыл кілем төселген. Ағашпен қапталған бар сөресінің арғы жағында сыра құятын шүмектер самсап тұр. Терезеден алыстап папты айналып еді, жүргінші жолы көгалға ұласатын тұтас тақтайша бар екен. Нора ондағы жазуды оқыды. Little